Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымнан пайдалы ақпараттарды бірінші болып білгіңіз келсе, каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бір бөлке қара нанның ақ нанға қарағаны пайдалы екен рас па? Ал неге нанды етпен жеуге болмайды дегенге сенуге бола ма? Және глютеннен қалай сақтануымыз керек? Біздің ойымызша, нан тезірек тойуға және ұзақ уақыт тоқ жүруге көмектеседі. Шындығында, егер артық салмағыңыз болса және оның ұлғайғанын қаламасаңыз, нанға шектеу қойған жөн. Нан айтарлықтай құнарлы тағам. Бастысы, оны жұмсақ сұрыпты ұннан жасайды. Өз кезегінде ол жылдам глюкозаға айналады. Нанның гликемиялық индексі жоғары, сондықтан қандағы қант мөлшерінің артуына, артық салмақ қосуға және бауырдың май жиналуына ықпал етеді. Демек, нан жеуге болмайды ма? Иә, семіздіктен зардап шегетін болсаңыз, наннан бас тартқан жөн. Ал өзгелеріне нанның негізгі тағамды толықтырушы деп қабылдағанымен, негізгі асқа қарағанда нанның құрамында калория мен жеңіл көмірсулар көп екенін естен шығармаған абзал. Әр нәрсенің белгілі бір мөлшері бар. Бір тілім нанның салдарынан калорияның тәуліктік нормасынан аздап асуы, айлар мен жылдардан кейін артық салмаққа келіп соғуы, екінші дәрежелі қант диабетіне шалдығу қатерін арттырады. Біздің ойымызша, ақ нанға қарағанда қара нан пайдалырақ. Шындығында, екі нанның құрамы, көмірсуларының мөлшері мен құнарлылығы бойынша бір-бірінен айырмашылығы аз. Қант диабетіне шалдыққанда ақ нанды қара түріне алмастыруға болады деген сөздер аңыз болып табылады. Олар да арасында жалғыз айырмашылық қара нандағы көмірсулардың көзі қара бидай ұны. Ол қышқылырақ, сондықтан асқазан сөлінің өңешке түсуінен зардап шегетіндерге аурудың асқынуын тудырады. Біздің ойымызша, нанның глютенсіз түрін жеген дұрыс, себебі глютен зиян. Глютенсіз нан бұл күріш немесе жүгері ұнынан жасалған нан. Жүгері ұнынан жасалған жұқа нан әлемдегі көптеген халықтардың асханасының ажырамас бір бөлшегі. Олар өте дәмді, алайда медицина тұрғысынан қарағанда, оның кәдімгі ақ немесе қара наннан айырмашылығы жоқ. Бір ғана айырмашылығы оның құрамындағы глютен, яғни кей адамдарда ішектің қабынуын туғызатын ақуыз жоқ. Ашытқы қосылған нан газ түзілуін тудырады, сондықтан жемеген дұрыс. Шындығында, кез келген нан газ түзілуін тудырады. Ішектегі бактериялар нанның құрамындағы жеңіл көмірсулардан газ және сүт қышқылдарын жасайды. Алайда бұндай құбылыс барлық адамдарда бола бермейді. Тек аз ішекте бактериялардың көбеюі синдромы кезінде ғана кездеседі. Өз кезегінде ол қант диабеті, семіздік және құрамында көмірсулар көп тағамдарды шектен тыс мөлшерде жеумен қатар жүреді. Бұл процеске ашытқының қатысы жоқ. Сонымен қатар ол қамырды ашытқанмен пісіру кезінде жойылып кетеді. Ал ашытқысыз нандарда дәл сол ашытқы пайдаланылады, алайда ұйытқы түрінде. Біздің ойымызша, нанды етпен жемеген дұрыс. Бұл ас қорытылуын қиындатады. Негізі, шындығында қиындатпайды. Тағамдарды араластырмай жеу ғылыми тәжірибе емес. Астың қорытылуы ұйқы безінің ферменттері арқылы жүзеге асады. Жаңа піскен наннан бас тартқан жөн, себебі ол да ауыр қорытылады және ішекте жайсыздық тудыруы мүмкін. Алайда оны белгілі бір мөлшерде ғана жесе, зияны жоқ. Әрине, нанның зияны көп сияқты болып көрінуі мүмкін, алайда оны дұрыс пайдалануды қажет ететін аспаздық құрал сияқты екенін түсіну керек. Кез келген тағамды көп жеудің өз қатері бар, сондықтан мөлшерін біліп жеу керек. Ас атасы саналатын нан кез келген үйінің дастарханында міндетті түрде қойылады. Егер оны көп жеудің зияны қандай екенін білсеңіз, қиындықтар болмайтыны анық. Менің видеом сізге пайдалы болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз.